Бастай береміз ғой, деймін. Армысыздар. Саламатсыздар ма? Әріптестер, Хамитжан Тынышбаев атындағы музейі Алтын Орданың жылдығына айдары бойынша Атырау облысындағы Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы мен Сарайшық тарих қатынған өлке атты тақырыпта танымдық экскурсияны назарларыңызға ұсынады. Бүгін біз сіздермен орта ғасыр кезеңінен сыр шертетін Сарайшық шаһарындағы тарихи кешенге саяхат жасайтын боламыз. Сәлеметсіз бе, Төремұрат Айдарбекұлы? Тікелей эфирге қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Сіздерді Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорықтың онлайн экскурсиясына қош келдіңіздер. Сарайшық мұражай қорығы ең алғаш рет 1999 жылы 3 қыркүйекте сол кезде Атырау облысы әкімі Иманғали Тасмағамбеттің қолдауымен ашылған. Кешеніміз 3 бөліктен тұрады. Ол мешіт, хандар кесенесі және музей. Сіздерді хандар кесенесімен таныстырайын. Хандар кесенесі биіктігі 14 метр, маңғыстаулық шебер Сайын Ақтабектің 7 құлпытастан құралған пантеон. Ішіне қарай кірейік. Дауыстарыңызды күшейтсеңіздер, ақырын естіліп тұр сіздер тарапынан. Сарайшықта 3 орданың 7 билеуші жерленген деген деректер бар. Сол 3-7 билеуші жерлестікпен таныстырайын. Олар Алтын Орданың хандары Мөңке Темір, астында отқан сандары, бұл биліктер тақта отырған жылдары. Одан кейін Тоқты немесе Тоқтағу, одан кейін Жәнібек. Бұлар Алтын Орданың хандары, Шыңғыс ханның ұрпақтары. Және де ноғай билеушілері бұлар Әмір Уақас. Әмір Уақас Едіге батырдың немересі Нұридин бидің ұлы. Және де қазақтың ханы Қасым хан жерленген. Қасым ханның тұсында қазақ мемлекетінің қуаты мен өркениеті артып, жошыдан кейінгі қуатты хандардың бірі Қасым ханның Ақсақ Темір сияқты 300 мыңға жуық әскері ұрысқа әрқашанда дайын болған. Қасым хан Сарайшықты қазақ хандығына қосып, қазақ хандығын астанасы қылған. Және де Қасым ханнан кейін жерленген Әмір Уақастың немересі Қасым ханның күйеу баласы Шейх Мамай туралы тарихта екі пікір қалыптасқан. Біреулері әулие десе, екіншісі сатқын деген пікірлер бар. Өлгенше мұсылман дінін қорғап өткен. Және де соңғы болып жерленген ноғай билеушісі Әмір Жүсіп, өзінің інісі Исмайылдың қолымен өлтірілген. Әмір Жүсіптің өлімі ноғай ордасының ыдырауының басы. Және өзінің императордың аманаттан кеткен жалғыз ұлынан Ресейден және де өзінің
сегізі қызы Сейілбике сарайшық қаласында туылып, 17 жасында Қазанның ханы Жанғалиға ұзатылған, және Қазан қаласы әлі күнге шейін Сейілбикені Қазан қаласының символы ретінде саналады. Ал бұл ортада тұрған тастар, бұл сарайшық қаласында кезінде батырларымыз жорыққа кеткен кезде үйлерінен тас алып кетіп, қаланың сыртына тастап кетеді. Кейін батырларымыз жорықтан аман есен қайтқан жағдайда тастармен үйге бірге оралатын болған. Ал сол жорықта қайтқан кезде бұл тастары сол батырлардың белгісі ретінде жерлейтін болған. Сол алдарыңызда тұрған тас бір жағынан статистикалық батырларымыздың көп болғанның белгісі, ескерткіш. Және ауылымыздың киелі алма ағашы. Естіліп тұр ма жақсы? Сіздер тарапынан кішкене дауысы ақырын шығып тұрған сияқты. Ішкеттік. 2018 жылы ауыл музейге сый атты акциясы пайда болып, сол сый акциясынан келген музейімізге сыйға тартылған киіз үй мен арбаларды көресіздер. Бұл соның арқасында музейіміздің шаруағында этно ауыл қалыптасты. Ашық аспан астындағы музей. Жылы 3 қыркүйекте мұражай қорықтың ашылу салтанатындағы бейнелерді назарларыңызға ұсынамыз. Сол ашылу салтанатында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі келіп қатысқан болатын. Және де өз қолтаңбасын тілегін қалдырған. Және де музейіміздің негізін қалаушы ауылымыздың тұрғыны өлкетанушы Мұстажат Намазғалиевқа арналған бұрыш. Және де сіздерді алдарыңызда тұрған макетпен таныстырайын. Мына макетте көне қала сарайшықтың 13 ғасырдағы кейпі бейнеленген. Сарайшықты Шыңғыс хан және оның немересі Бату ханмен байланыстырады. Сарайшық Алтын Орда астанасы Бату сарайының кіші сарайы болған деген деректерді Ибн Батута қалдырған. Сол кезде Жайық өзені ұлы су деп аталып, бүткіл қаланы қоршап жатқандықтан сарайшық стратегиялық жаудан қорғандығы өте ыңғайлы болған. Ұлы судың ағысы қатты болғандықтан келген саяхатшыларға арнайы Бағдаттағыдай жылжымалы көпір арқылы қатынас жасап отқан. Және де сарайшықтан 350 жыл бойы ұлы жібек жолы өтіп отқан сарайшық Европа мен Азияның алтын көпірі болған. Айта кетерліктей, сарайшықтың тарихи есімі Сарай-Жүк. Сарай ол түркі тілдесі, Жүк моңғол тіліне аударғанда кіші деген мағынаны білдіреді. Кіші сарай ол кейін сарайшық аталып кеткен. Және де сарайшық қаласында келген саяхатшыларға арнайы керуен сарайлар болған. Керуен сарайлар дегеніміз қазіргі тілмен айтқанда қонақ үйлер. Керуен сарайлар өте көп бөлмеден тұрған. Бірінші көліктерін қоятын тұрақтары болған. Кейін қоймалары, жуынатын бөлме, асхана, ғибадатхана және демалатын орындар болған. 1262 жылы Бату ханның інісі Берке хан Бұхара және Хиуа саудагерлерінен ислам дінімен таныса жүріп, ислам дінін қабылдап, бірақ таққан 1312 жылы Өзбек хан отырған тұста ислам діні мемлекеттік дін болып, сол кезде Сарайшық қаласында көптеген мешіттер мен медреселер салына басталады. Сол мешіттің бейнесі алдарыңызда. Және де қала келе жатқан керуендер ең алдымен Сарайшықтағы мешіттің Сары Айшығы көрінгеннен кейін біз Сары Айшықта қалада болдық, Сары Айшықта қалада көрдік деп, кейін Сарайшық аталып кетті деген деректер қалыптасқан. Және де Сарайшық Алтын Орданың астанасы болып тұрған тұста
Ақсақ темір яғни әмір темір шапқыншылығының кесірінен алтын орда төртке бөлініп, олар төртке бөлініп кетеді. Олар Қырым хандығы, Астрахан хандығы, Қазан хандығы және Ноғай ордасы болып, сол сарайшық 250 жыл бойы Ноғай ордасының үлкен қаласы және астанасы болады. Кейін Қазақ хандығының таққа Қасым хан келген тұста Қасым хан сарайшық қаласын Қазақ хандығына қосып алып, астанасы қылып және өзі осы жерде хан болып сайланып, кейін сарайшық қаласында Қасым хан жерленеді. Қасым хан қайтқаннан кейін сарайшық қаласы Ноғай ордасының құрамына кері еніп, сол тұста Ноғай ордасының биі Әмір Жүсіп Қырым ханына құпия хат жазады. Ол хатта Ноғай ордасы мен хандығы әскерін біріктіріп, орыс патшалығына қарсы шығу жайлы болады. Ол хатты біліп қалған орыс патшалығы өзінің әскерлерін жіберіп, сарайшықты жойып жіберуін бұйырады екен. Соның кесірінен қала үлкен дағдарысқа ұшырап, қала статусынан айырылып, сарайшық бір ғасырдай иесіз қалады екен. Кейін екінші жартысында кіші жүздің ханы Әбілқайыр орыс патшалығынан көмек сұрап, оны протекторат деп рәсімдейді. Сол протекторат рәсімдегеннен кейін Жайық өзенінің бойынан орыс казактарының бекінісі салынып, сондай бекініс сарайшықта да болады. Ол бекіністер кеңес заманына орнағанға шейін тұрады. Кейін кеңес заманына орнағаннан кейін сарайшық мемлекеттік қорғауға алынып, экспедициялық қазба жұмыстар жүргізілді. Сол қазба жұмыстар 3 кезеңі болады. Ол 1937 жылы Николай Арзютовтікі, 1950 жылы Әлкей Марғұлан және 1996 жылы Зейнолла Самашев бастаған экспедициялық топтар сарайшықта археологиялық қазба жұмыстар жүргізеді. 1942 жылы Жайық өзені арнасына ауыстырып, бұрынғыдай айналып емес, мына жерден қосылып тіке ағатын болды. Ал мына жеріміз кәрі жайық болып қалып қойды. Археологиялық қазба жұмыстары жүрген және де қазіргі уақытта реставрация, яғни қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатқан жол мол мына жер. Макет жайлы сұрақтарыңыз болса. Макет және сіздерді музейдегі жәдігерлермен таныстырайын. Музейіміздегі жәдігерлердің көбі сарайшықтан қазба жұмыстарынан табылған және 80%-ы 13-14 ғасырға тәмам. Алдаңызда тұрған темірден жасалған жәдігерлер және музейіміздің ең көне жәдігері 7 ғасырлық келсап. Келсап дегеніміз дәнді дақылдарды, бидайларды ұнтақтауға арналған. Сұрақтарыңыз болса, жазып кетуіңізге болады. Және де қыштан жасалған мәскелер, құмыралар және тостағандар сарайшықтан экскурсия соңында. 14 ғасырға тәмам. Бері қарай келсеңіздер, ең алдымен теріден жасалған нәліні көресіздер. Одан кейін белеметтер. Және де сүйектен жасалған түймелерді көресіздер. Және астына түскен кезде ең бірінші қазба жұмыстарынан табылған құмыраның ішіне табылған тарыны көресіздер. Осы қалпында сақталып қалған. Одан кейін сынап көзін тасушы, яғни сфероконус, бұл үлкен жолдарға сынап көзін тасымалдаушы және де қыштан жасалған тостағанды көресіздер. Астында тұр. Және де бана айтып өткендей сарайшық қаласынан 350 жыл бойы ұлы жібек жолы өтіп өтті деп, сол жібек жолының 4 маршруты, екеуі Қытайдан келсе, біреуі Араб елінен және біреуі Түркиядан. Бұл сарайшықтан өткен ғана маршрутта. Және де Алтын Орданың астанасы Бату сарайы мен сарайшық қаласының арасы 10 күн болған. Бату сарайы қазіргі уақытта Астрахан жеріндегі Телетринный ауылы, ал Берке сарайы деп тұрған жеріміз Волгоградтағы Царев-Городище дейтін мекен. Және бұл мен қарай келсеңіздер, сүйектен жасалған бұйымдар, яғни жәдігерлер. Сүйекті өте кең пайдаланған. Бірінші тері илеуге, арқан тартуға, үзеңгіге міну үшін Қытай балаларға сатыр ретінде және де күн қатқан кездері аяққа байлап коньки қолданатын болған. Және ұршықты көресіздер. Мына жерде арқық және мүйізді көресіздер.
Ана айтып өткенде құш құмыралар, бірақ айта кетерліктей бұлар енді мөлденген, яғни мөр салынған. Бері қарай келсеңіздер, сарайшықтан қазба жұмыстары барысында табылған жайық жағасында тұрған шығыр. Және әр жағында тұрған ташнау. Ташнауды ас үйде, яғни қазан ошақтың басында пайдаланған, қазан ошақтан шыққан суларды төгуге арналған. Және де үлкен диірмен. Сарайшықтан қазбадан табылған. Құш құмыралар. Сарайшықтан қазба жұмыстары барысынан табылған хум атты үлкен құмыра. Бұның ішіне көбінесе су сақтайтын болған. Сыйымдылығы 400 литр. Және сарайшықта атақты Секеркөл аңызы Алтын Орданың ханы Жәнібек ханның көп ұлдары және кішкентай Сара есімді бір қызы болады. Сара есімді қызына әз Жәнібек қатты жақсы көргендіктен қолдан көл жасап беретін, кейін ол көл халық арасында Секеркөл аталып кетеді. Себебі Сара есімді қызы өзінің көлінде аққулардың жүргені анықтатқан, аққуларды ұстау үшін өтіп бара жатқан керуендерден көптеген қашық секер сатып алып көлге төккізген. Сондықтан халық арасында Секеркөл аталып кетеді. Және де әз Жәнібек өзінің қызына алтыннан қайық жасап береткен. Сара есімді қызы өзінің алтын қайығында Секер көлінде серуендеп аққуларға жем бергенін ұнататын. Кейін Сара 13-14 жасқа келгенде белгісіз бір аурудан қайтып, Жәнібек қатты қайғырады. Жәнібек сол кезде хан, Алтын Орданың ханы Жәнібек халық арасына өзінің қызын сарайында 30 күн ұстаймын деп жариялайды, бірақ уәзірлеріне қызын алтын қайығымен қосып, құпия түрде жерлерде бұйырады екен. Уәзірлері қызын алтын қайығымен қосып, құпия түрде жерлетіп, кейін жерлегеннен үстен үйір жылқы өткізіп, және жерлеген адамдар өзінің сияқтысын алуға хан сарайына келген тұста, манағы алдынан уәзірлері күтіп алып, жерлеген адамдардың бәрін бастарын шаптыртқан екен. Содан кейін не әз Жәнібек те, не уәзірлері қызын алтын қайығымен қосылып, қайда жерленгенін білмейді екен. Және де бір қарай келсеңіздер, қол дермен немесе кіші дерменді көресіздер. Бұл керамикалық ыдыстарға тоқталайық. Жоғарыда тұрған бұл Раушан көлінің суына арналған ваза. Астында тұрған бұл шашақтары бар гүлабдан ыдысы, және оның қасында тұрған Қытай фарфоры Селадон ыдысы. Селадон ыдысының қасиеті, Селадон ыдысында тамақты олап берген жағдайда оның түсі өзгереді екен. Бері қарай келсеңіздер, бір-біріне жалғалмалы су айдағыш, канализациялық, яғни кәріз құбырлар. Ал мына жылу айдағыш құбырлар сарайшықтан қазба барысында табылған. Және бері қарай келсеңіздер, мыс тиындарды көресіздер, және тиын сауыттар, яғни қазіргі тілмен айтқанда копилка. Тиын сауыттардың ішінде көбінесе алтын немесе күміс тиындарды көп сақтайтын болған, өйткені сол кезде өте санаулы болған, аз болған десек те келеді. Жаңа айтып өткендей гүлабдан ыдысы. Бері қарай келсеңіздер, 2019 жылы археологиялық қазба барысында табылған жәдігерлер. Айта кетерліктей бірінші тұрған ол мыс тиындарды көресіздер. Одан кейін қол айна, есіктің құлпылары, мөрді көресіздер мына жерде. Және жебе мен пышақтың бастары. Ал астында тұрған катапультаның ядролары және гранаты. Рауан Сауыровтың өзінің жеке коллекциясынан Сармат дәуіріне таман жәдігерлер музейімізге сыйға тартқан. Сармат жауынгерінің жебелерінің ұштары және
керамикалық құмырасы. Бұл да қазба жұмыстар барысында табылған 19 ғасырға тәмам мылтық. Астында тұрған жылқының кісені, тағасы, есіктің құлпы және майшам. Сары металл, яғни алтын жалатылған, сары түсті металдан жалатылған жәдігер, әйел адамның әшекейі. Астында тұрған 14 ғасырға тамам кауритасы. Кауритасы Үндістандағы Үнді мұхитынан шығады екен, ақша болмаған кезде осы кауритасын ақша ретінде пайдаланған. Және де бұл керуендер арқылы келсе керек. Және астында тұрған табиғи тастардан құралған, жасалған моншақтар. 14 ғасыр. Он төртінші ғасырлық асықтарды көресіздер. Және астында тұрған балық шаруашылығында пайдаланған ауырлатқыш, яғни қазіргі тілмен айтқанда грузилка. Бана айтып өткендей керамикалық ыдыстар. Су тасыған алған құмыра. Және бері қарай келсеңіздер, 2020 жылы Махамбет ауданында қолөнерші сайыс болды. Сол бірінші орын алған қолөнершінің туындысы Қалымбек Жұмашевтың біздің музейімізге сыйға тартқан көшпелі халықтың сандығы. Ағаштан жасалған. Және бері қарай десеңіздер, 19 ғасырлық Құранға түсініктеме, яғни тәпсір. Бұның иесі жау шапқан кезде бұны жұтсайды деп қорықса керек, ақ матаға орап өзінің құдығына тық қойған екен. Ауылымыздың тұрғыны өз шаруағында осы ақ матаға оралы күйінде қазбадан тауып алып музейімізге әкеліп берді. Және астында тұрған мешіттің күмбез тастары. Бері қарай кетсеңіздер, бана айтып өткендей хум атты үлкен ғимарат, бірақ бұнда айта кетерліктей дәнді дақылдары, яғни бидайларды сақтаған, немесе қазақша атауы асадал. Бұның ішіндегі тамақ өте бөлінбейтін болған. Біріншіден жәндіктер бұның биіктігіне және шыққан кезде тайғанап шыға алмайтын болған. Сондықтан асадал деп ат қойған. Және де сарайшықтан қазба жұмыстары барысында табылған ежелгі түйенің бас сүйегі. Және бұл қазіргі түйенің бас сүйегі, бұлна салыстырмалы түрде қойылған. Және сол түйенің жілік сүйегі. Және сол түйенің жілік сүйегі. Және астында тұрған мамонттың жауырыны. Ана айта кеткендей сарайшықта 3 орданы жетіп билеушілер жерленді. Соларға тағы да айта кетсек, олар Алтын Орданың хандары Мөңке Темір, Тоқты, Жәнібек хан. Бұлар Алтын Орданың хандары, Шыңғыс ханның ұрпақтары. Және де ноғай билеушілері Әмір Уақас, Едіге батырдың немересі Нұридин бидің ұлы. Одан кейін жерленген қазақтың ханы Қасым хан. Қасым ханның тұсында сарайшық қазақ хандығының астанасы болды. Және де одан кейін жерленген ноғай билеушісі Шейх Мамай, Әмір Уақастың немересі Қасым ханның күйеу баласы. Шейх Мамай туралы тарихта екі пікір қалыптасқан. Біреулер әулие десе, екіншілері сатқын деді. Шейх Мамай өлгенше мұсылман дінін қолдап қорғап өткен. Және де соңғы болып жерленген ноғай билеушісі Әмір Жүсіп өзінің туған інісі Исмайылдың қолымен өлтірілген. Әмір Жүсіптің өлімі ноғай ордасының ыдырауының басы. Және де өзінің Ресей императорын аманаттап кеткен жалғыз ұлынан кейін Ресейде Юсуповтар отбасы тараған. Және де өзінің
сүйікті қызы Сүйінбике Сарайшық қаласында туылып, 17 жасына келген тұста Қазанның ханы Жанғалиға ұзатылған. Қазан ханы әлі күнге шейін Сүйінбикені Қазан қаласының символ ретінде санайды. Қазан қаласының тұрғындары. Және де Сарайшық қаласында монша болған, сол моншаның суағары, және де сол моншада жуынуға пайдаланған табақшалар. Қыш құмыраның қақпақтарын көресіздер. 13 ғасырлық. Және Сарайшықтан қазба жұмыстарынан табылған жауынгердің қаруы бірінші болып назарларыңызда тұрған найзаның ұшы даттанып кеткен. Астында тұрған жебенің ұшы ғана табылған, реставрация өткізіп, осы қалпында сақтап қойдық. Және астында тұрған 14 ғасырға тәмам жасөспірім жауынгер немесе қыз баланың қылышы. Өйткені сабына көріп айыруға болады. Бері қарай келсеңіздер, Сарайшық қаласында 14 ғасырға таман көшеде сән беруші, қазіргі тілмен айтқанда брусчатка тастары және сол моншада пайдаланған аяқ астына қойылған тіреуіш тас. Бана айтып өткендей, Сарайшық қаласында керуен сарайлар көп болды дедік. Сол керуен сарайлардың сән беруші мозаика тастары және астында тұрған қайрақтар. Бана айтып өткендей, Сарайшықтан археологиялық қазба жұмыстарының 3 кезеңі болды дедім. Сол 3 кезең туралы анықтама ол 37 жылы Николай Әлжетовтікі, 50 жылы Әлкей Марғұландікі, және 96 жылы Зейнолла Самашев бастаған Батыс Қазақстандық экспедициялық топтар Сарайшықтан археологиялық қазба жұмыстарын жүргізді. Бері қарай келсеңіздер, мысалы моншаның суағанын көресіздер. Және де бөрінің ізі бар тас, бұл Ноғай ордасы кезінде көп пайдаланған. Ноғайлар бөрінің ізі бар тас үйлерінде көп сақтайтын болған, өйткені құт береке әкеледі деген ойда болған. Және де бір атты сан беретін Қыпшақ дәуірінде тамам тас. Бана айтып өткендей қыш құмыралар және астында тұрған мыс құмандар. Және де Сарайшықтан қазба барысы жұмыстарына табылған майшамдар. 14 ғасырлық. Және астында тұрған құмыраларды көресіздер. Осымен экскурсиямыз тамам. Назарларыңызға рахмет. Төремұрат Айдарбекұлы, жаңа сіз экскурсия барысында ауыспалы кесе жайында айтып өттіңіз. Жаңа сіздерде керамикалық ыдыстар кезеңінде. Сол тарихқа белгілі ғой, жаңағы деректер, қазба жұмыстар нәтижесінде 2001 жылдарда сіздерде әлем бойынша 2 жерде ғана кездесетін кесе табылды деген. Сол жайында тоқтала кетсеңіз. Айтып кеткенде, бұл силадон кесесі Қытай фарфорынан жасалынады. Бұны күйдірген кезде 2000 градуспен күйдіреді, сондықтан ешқандай түстер, ешқандай ою өрнектер қалмайды. Және де аңыз бойынша хандар кесенесі деп айтады. Бұның енді ішіне тамақ құйып, у салсаң, тамақтың түсі өзгереді деген аңызы бар. Енді ханның кесенесі деп айтады. Сондықтан енді Сарайшықта табылғандықтан біз Ұлы Жібек жолымен Қытайдан әкелінген деп айтамыз. Жақсы, рахмет сіздерге. Бүгінгі танымдық экскурсиямызда көптеген мәліметтерге қанық болдық. Сіздерге де рахмет. Әлі де жұмысымызды жалғастырамыз деген ойдамыз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.